Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін даму-мет. Бүгінгі видеоролик бізде екінші бөлім құрсақ қуысының жоғарғы және төменгі қабат мүшелерінің топографиялық анатомиясы. Бүгінгі сабақта түсіну үшін міндетті түрде бірінші бөлімді көріп шығу қажет. Бүгінгі сабақта біз жалпы бастаймыз, ішастардың жүру жолынан бастаймыз. Алдыңғы сабақта біз қалай қаптайтынын, интраперитональды, мезоперитональды, оның барлығына тоқталып кеткенбіз. Алдыңғы сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі сабақта біз ішастардың жүру жолынан бастап, құрсақ қуысының жоғарғы және төменгі қабатының мүшелерінің топографиялық анатомиясына, қанмен қамтамасыз етілуіне, иннервация, лимфаток, венатокқа тоқталатын боламыз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Және де достар, каналдың лекцияласын алғыңыз келсе, төмендегі ссылка бойынша өтіп, біздің телеграм-каналға жаза аласыздар. Сол жерден біз сіздерге толық лекцияны жібере аламыз. Ішастардың жүру жолы. Жалпы ішастардың бізде париетальды жапырақшасы іштің алдыңғы қабырғасының бойыменен жоғары қарай диафрагмаға қарай көтеріледі. Сөйтеді бауырдың диафрагмалық бетіне келеді. Наяқтан да париетальды жапырақша іштің артқы қабырғасының бойымен бауырдың диафрагмалық бетіне келіп, бауырдың тәждік байламын лигаментум коронариум гепатикус түзеді. Сөйтеді бауырды бізде мезоперитональды жабады. Алдынан, артынан, үш жағынан жабады бауырды. Сөйтіп, асқазанның кіші еніне өтетін тұста бізде үш байлам кіші шарбыны түзеді. Ол үш байлам бізде лигаментум гепатогастрикум, лигаментум гастрофреникум, лигаментум гепатодуоденали. Яғни, қазақша асқазан бауыр байламы, бауыр 12 елішек байламы, және дағы асқазан көкет байламы бізде қосылып, кіші шарбыны амантум минусты түзеді екен. Келесі олар бізде асқазанның кіші еніне келген тұста екіге ажырайды. Алдыңғы жапырақша және дағы артқы жапырақша. Сөйтеді олар екі жапырақша төменге қарай түзеді. Осы жерде кішкене шақытасы кетті. Екі жапырақша төменге қарай түзді. Бұлар бізде жаңағы жіңішке ішекті толығымен алдынан жабады. Екі жапырақша төменге түсті. Екі жапырақша жоғары қарай көтерілді. Сөйтіп бұлар амантум майус үлкен шарбыны түзді. Үлкен шарбыны бізде көріп тұрғанымыздай 4 жапырақшадан түзіліп тұр. Яғни ішастардың дупликатурасы ғой бұл жапырақша дегеніміз. 4 жапырақша және дағы 3 байлам түзеді үлкен жапырақшаны. Үлкен шарбыны 3 байлам түзеді. Бұл байламдарға біз айтамыз лигаментум гастроколикум, лигаментум гастролиеналис және дағы лигаментум гастрофреникум. Асқазан жиек ішек байламы, асқазан көкбауыр байламы, асқазан көкет байламы үлкен шарбыны түзіп тұр. Сөйтеді бұның алдыңғы жапырақшасы бізде плайнан түсті. Алдыңғы жапырақша барады дағы спатиум ретроперитонали. Яғни бізде забрюшенное пространство бар ғой. Сол жерде бізде ұйқы безін экстраперитональны бір жағынан жабады дағы сальниковая сумканы түзуге қатысады. Тұйықталған сумканы түзді осы жерде. Ал бізде артқы байламы барады дағы, артқы жапырақша барады дағы көлденең ішек, колон трансверсумды жабады осылайнан. Колон трансверсумды бізде интраперитональны жабады, барлық жағынан жабады дағы аш ішектің шажырқайын түзуге кетеді. Аш ішекті жабады бұлайнан. Аш ішектен кейін, аш ішектен арғалай сигма тәрізді ішекті жабады. Сигма тәрізді ішекті тоже бізде интраперитональны жауып, кіші жамбас қуысына өтеді. Кіші жамбас қуысында ер адамдарда экскавацио ректа визикалис түзеді. Яғни тік ішек қуық ұңғылын. Ал әйел адамдарда бізде екі ұңғыл түзеді. Оның біреуі экскавациум везика утерина, яғни қуық жатыр ұңғылы болатын болса, екіншісі экскавацио ректа утерина, яғни тік ішек жатыр ұңғылы немесе дуглас ұңғылы. Сөйтіп ұңғылды түзіп, жаңағы іштің алдың қабырғасы париеталь жапырақшаға кетеді.
Осымен біз іш астардың жүру жолын талдап шықтық. Енді келесі мүшелерді топографиялық анатомиясына тоқталатын боламыз. Бауыр ас қорыту жүйесінің ең ірі безі болып табылады. Ол бізде құрылысы жағынан паренхиматозды мүше болып келеді. Жалпы топографиялық анатомияны біз галатопия, склетотопия, синтопиясынан бастаймыз мүшенің. Біріншісі бауырдың галатопиясы. Ол бауыр құрсақ қуысының жоғарғы қабатында, оң жақ қабырға асты аймақта орналасқан. Склетотопиясы жалпы мына суретпен сәйкес келмейді, кішкенелеу. Жалпы склетотопиясы ол ортаңғы қолтық сызығы линия аксиллярис медиа бойынша жоғарғы шекарасы 10-шы қабырғаралық, линия мамиллярис декстра бойынша 4-ші қабырғаралық, линия мамиллярис синистра бойынша 5-ші қабырғаралықты тесіп өтіп, төменгі шекараға жалғасады. Төменгі шекарасы линия аксиллярис медиа бойынша 10-шы қабырғаралық, және дағы 7-ші қабырға доғасын кесіп өтеді одан кейін. Потом 5-ші қабырға тұсында жоғарғы шекараға жалғасып кетеді. Синтопиясы жоғарғы жағында диафрагма, төменде өт қапшығы, көлденең жаңағы тоқшектің бұрышы, потом сол жағында асқазан және дағы 12 елшекпенен шектеседі. Артында құрсақ қуысының артқы қабырғасы, алдында құрсақ қуысының алдыңғы қабырғасымен шектеседі. Анатомиялық бөліктеріне тоқталмай қояйын, оның екі беті бар: диафрагмалық, висцеральдық, барлығымыз білеміз. Висцеральдық бетінде біз салаларды ажыратамыз. Бұның барлығын анатомиядан өткенбіз. Жарайды. Келесі бізде бауырдың байламдарын білуіміз қажетпіз. Бізде бауырдың байламдары олар фиксациялық аппарат болып табылады бауыр үшін. Бірінші бауырдың фиксациясы, бауыр веналары құрайды. Бауырды бізде ұстап тұратын және құрсақ қуысындағы қысым тоже бауырдың фиксациясы болып табылады. Бауырдың тәждік байлама, лигаментум коронариум гепатикус. Одан кейін бауырдың үшбұрыш байламдары лигаментум триангуляре декструм, лигаментум триангуляре синиструмды айтамыз. Потом орақ тәрізді байлам лигаментум фальсиформи гепатикус. Одан кейін бауырдың жұмыр байлама лигаментум терис гепатикусты айтамыз. Жалпы бізде бауырда асқазан 12 асқазан бауыр байлама лигаментум гепатогастрикум, бауыр 12 елшек байлама лигаментум гепатодуоденали. Осы бізде екі байлам қосылып кіші шарбыны құрайды. Бауырдың бізде диафрагмалық бетіндегі лигаментум коронариум гепатикус, ол бізде іш перденің бір жапырағынан тұрады, және дағы ол оң және сол жақ шеттерінде бауырдың үшбұрыштық байламдарына өтеді. Бауырдың орақ тәрізді байлама лигаментум фальсиформи гепатикус, ол бауыр бетінің диафрагмасында орналасқан, артқы жағында оң және дағы сол тәждік байламдарға өтеді. Бауырдың висцеральды бетінің байламдары лигаментум терис гепатикус, ол аттас сүлгелермен кіндіктен бауыр қақпасына дейін созып жатыр. Бұл жерде вена параумбиликалис орналасқан. Орақ байламның алдыңғы бөлігі бізде жұмыр байламымен бекітіледі. Тағы да бауыр бүйрек байламына ажыратамыз лигаментум гепаторенали, және дағы веноздық байламда лигаментум венозумда ажыратамыз. Потом келесі бізде бауыр қақпасы. Бауырдың қақпасы ол бізде жалпы бұл жерге қан тамырлар, жүйке тамырларының кіретін және дағы шығатын жері болып табылады. Қақпаға кіреді бізде қақпа венасы, яғни тазартылған вена қанын алып кіреді. Қақпа венасы бізде 3 венаның бірігуінен пайда болған. Ол біріншісі көк бауыр венасы, жоғарғы шажырқай венасы және дағы төменгі шажырқай венасы. Бауыр қақпасының элементтеріне біз айта аламыз: оң жақ бауыр артериясын, артерия гепатика декстраны айтамыз, артерия гепатика синистраны айтамыз. Одан кейін сол жақ бауыр түтігі дуктус гепатикус синистр, және де оң жақ бауыр түтігін ажыратамыз, дуктус гепатикус декстр. Бізде жалпы бауыр артериясы, артерия гепатика проприя. Ол бізде құрсақ бағанасынан басталатын артерия, құрсақтық сабаудан басталады да құрсақ қолқасының тармағы болып табылады. Ол артерия қанын алып келеді бауырға. Қақпадан шығады бізде бір немесе екі бауыр веналары тазартылған вена қанын алып шығады да төменгі қуысты венаға апарып құяды. Және дағы бауыр өзегі бізде өт өзегіменен бірігіп, жалпы өт өзегін құрайды. Ол 12 елшектің төмендеу бөлігіне фаторов емізікшелер арқылы келіп құяды. Бауырдың сегменттеріне келейік. Бауырдың сегменттері ол бізде жалпы барлық саны 5. Сегмент ол бізде
жалпы үлес дейді ғой, ол қақпа венасының және дағы бауыр артерияларының бұтақтарын қамтамасыз етілген дәнекер қабатпен қоршалған бауыр паренхимасының бөлігі болып табылады. Бауырдың ішкі құрылысы, яғни ол сыртқы беті жаңағы іш астарменен мезоперитональды, яғни үш жағынан жабылған. Іш астардың астында бізде бауырдың фиброзды қабаты болады. Ол бауырда ғана емес, бауыр қақпасында қосып, үлес, сегмент жаңағы сон барлығын бетін жауып жатады фиброзды қабығы. Бізде бауырдың өт жолдары менен артериялардың тармақталуына байланысты біз бауырдың оң бөлігін 2 секторға, ал сол бөлігін 5 секторға бөлеміз. Бұл сектордың әрқайсысы бізде 4 сегментке бөлінеді. Одан кейін жалпы бауыр бізде 8 сегменттен тұрады екен, есе 4 сегменттен бөлетін болсақ. Сосын келесі бауырдың қанмен қамтамасыз етілуі. Бауыр бізде қанмен қамтамасыз етілуі артерия гепатика проприя, бауырдың меншікті артериясы арқылы жүзеге асады. Бауырдың меншікті артериясы бауырдың жалпы артериясының тармағы болып келеді. Бауырдың жалпы артериясы құрсақтық сабауы тронкус целиакустан кетеді. Меншікті бауыр артериясы бауыр 12 елі ішек лигаментум гепатодуоденалидің ішінде жатады. Бауыр қақпасында бұл артерия бізде оң жақтық және дағы сол жақтық тармақтарға бөлінеді. Ал енді венасы болатын болса, бізде қақпа венасы арқылы жүреді. Қақпа венасы бізге бауырға веналық қанды іштің барлық тақ мүшелерінен тасымалдайды. Қақпа венасында бізде бауырдың оң және сол жақ бөлігін қанмен қамтамасыз ету үшін бауырдың жаңағы оң және сол жақ тармақтық веналарға бөлінеді. Потом қақпа венасының сағаларын айтуға болады. Оларға бізде жоғарғы шажырқай венасы, көк бауыр венасы, жоғарғы ұйқы без 12 елшік венасы, төменгі шажырқай венасы, оң асқазан вена, ішектің ортаңғы венасы, барлығы барып қақпа венасына барады. Сағалары болып табылады. Одан кейін бауырдың нервтендірілуі бізде парасимпатикалық иннервация кезбе нерв арқылы жүреді, нервус вагус, ал симпатикалық иннервация бізде жаңағы тронкус целиакус құрсақтық бағана арқылы жүреді. Бауырды бізде кезбе нервтер нервтендіреді, оң жақ диафрагмальды нервтер нервтендіреді, құрсақ өрім тармақтары нервтендіреді. Ал лимфа тамырлары бізде 3 топтан тұрады. Бауырдың висцеральды бетінің лимфа түйіндері, бауырдың диафрагмальды беткейлік лимфа түйіндері, және дағы бауыр қабы және оның маңы лимфа түйіндері. Келесі енді бізде өттің және дағы өт жолының топографиялық анатомиясы. Және дағы өт жолы везикофелла, ол бізде бірінші галатопиясынан бастайтын болсақ, ол құрсақ үстілік аймақта надширевная область дейді ғой, сол жерде проекцияланады. Ал бізде жаңағы өттің бауырдан тыс өт жолдары, яғни дуктус цистикус, дуктус гепатикус, камионикус, мына жерде жазылып тұр ғой, олар бізде жаңағы бауыр 12 елішек байламының жапырақтарының арасында орналасады. Жалпы өт ол бізде бауырдың жаңағы висцеральды беті бар ғой, сол жерде өт қуықтың шұңқырында орналасқан. Склетотопиясы өт ол бізде бауырдың төменгі жиегінің астынан 3 сантиметрде шығып тұрады, және дағы іштің алдыңғы қабырғасына іргелес орналасады. Және өт қабы ол бізде көбінесе оң жақ қабырға парастернальды сызықтың бойымен 10-шы қабырға деңгейінде сәйкес келеді. Синтопиясы өттің жоғарғы жағында бауыр, төменгі жағында тоқ ішектің бауыр елімі, және дағы 12 елішектің бастапқы бөлімі орналасқан. Өт қабы бізде іш астарменен мезоперитональды түрде жабылған. Яғни іш астар өт түбін бүкіл бойында жауып жатады. Денесі менен мойны бізде үш жағынан жабылады. Және дағы іш астар менен өт қабырғасының арасында бізде холецистектемия кезінде ол жаңағы субсерозды бөліп тұрады да, сол жерде клетчатка бар, субсерозды бөліп тұратын. Бұның бізде анатомиялық бөліктеріне тоқталмай қойық, яғни түбі, денесі, мойны, түтігін ажыратамыз. Мына жерде жазылып тұрған фундукс везика, яғни өттің түбі, корпус өттің денесі, колум өттің мойны, және дағы дуктус өт түтігі, дуктус тестикус деп тұрғанымыз. Өт жолдары келесі бізде. Жаңағы біз дуктус тестикус ол айттық қой, барлық жағынан іш астармен жабылған. Дуктус тестикус және дағы дуктус холедикус бізде жалпы өт түтігі. Ол жаңағы бізде 12 елішектің ампуласына бағытталады. Ал дуктус холедикус ол бізде 4 бөлімнен тұрады. Парс супрадуоденалис, парс ретродуоденалис, парс панкреатика, парс дуоденалис.
Парс супрадуоденализ, яғни ол бізде бірінші өттің жаңағы басынан 12 елшекке дейін бөлігі. Парс ретроадуоденализ ол ішектің артында. Парс панкреатика ол бізде ұйқы без қалыңдығында. Ал парс дуоденализ ол ішек қабырғасында. Яғни біз дуктус холедикус өт жолының, жалпы өт жолының 4 бөлімін атап өттік. Енді келесі бізде өт қабы қалай қанмен қамтамасыз етіледі. Жалпы өттің қанмен қамтамасыз етілуі бізде бауыр артериясынан келетін өт артериясы, жаңағы артерия цистика арқылы жүзеге асырады. Бізде өт артериясы, артерия цистика ол, мына жерде көріп тұрмыз ғой, треугольник калу. Осы калу үшбұрышында орналасады. Калу үшбұрышы бізде артерия цистикус, дуктус цистикус және дағы дуктус гепатикус коммюнис. Осы үшеуінің бірігуінен бізде калу үшбұрышы түзіледі. Бұл үшбұрыш бізде жаңағы өт қабының мойнының холецистектемия кезінде практикалық, клиникалық маңызы зор. Келесі бізде асқазанның топографиялық анатомиясы. Асқазанның галатопиясы. Құрсақ қуысының жоғарғы қабатында сол жақ қабырға асты аймақта орналасқан. Склетотопиясы, оның кардиалды бөлігі 7-ші қабырға аралықта, асқазанның түбі 5-ші қабырға аралықта, пилорикалық бөлігі 12-ші кеуде омыртқасы менен 1-ші бел омыртқасының аралығына сәйкес келеді. Синтопиясына келетін болсақ, асқазан жоғарғы жағында диафрагма менен, оң жағында бізде жаңағы бауыр менен шектесіп жатады. Артқы жағынан бізде жаңағы ұйқы безі, көк бауыр артқы жағынан шектейді. Асқазанның үлкен ені бізде тоқ ішектің көлденең жиектік бөлігіменен шектесіп жатады. Анатомиялық бөліктерінен біз асқазанның денесін, жаңағы түбін, кардиалдық бөлігін, пилорикалық бөлігін ажыратады екенбіз. Асқазаннан көріп тұрғаныңыздар, асқазанның кіші ені, асқазанның үлкен ені. Бұлар негізі анатомиясы, бізде топографиялық анатомияда основном галатопия, склетопия, синтопия және дағы байламдар қанмен қамтамасыз етілуі. Жалпы асқазанның біз беткей және дағы терең байламдарын ажыратамыз. Беткей байламдарына бізде жатады 4 байлам жатады. Оларға лигаментум гепатогастрикум, яғни бауыр асқазан байламы. Лигаментум френогастрикум. Френогастрикум, яғни көкет асқазан байламы. Лигаментум гастроленали, асқазан көкбауыр байламы. Лигаментум гастроколикум, яғни асқазан ішек байламы. Бұл бізде 4 байлам беткей байламдарға жатты. Ал 2 терең байламды көру үшін біз асқазанды көтеруіміз қажетпіз. Сол кезде асқазанды жоғары көтерген кезде біз лигаментум гастропанкреатикум және дағы лигаментум пилориопанкреатикумды көре алады екенбіз. Келесі асқазанның қанмен қамтамасыз етілуі. Асқазанның қанмен қамтамасыз етілуі бізде құрсақтық сабау арқылы, трункус каилиакус, либо чревный ствол деп аталады. Осы құрсақтық сабау арқылы жүзеге асырылады. Құрсақтық сабау аортаның құрсақтық бөлігінен 12-ші кеуде омыртқа деңгейінде басталып, бізде ұйқы безінің денесінің деңгейінде 3 артерияға бөлінеді. Көріп тұрғанымыздай, артерия гастрика синистра, артерия гастрика артерия гастрика синистра, артерия спленика, көкбауыр артериясы және дағы артерия гепатика коммюнис, жалпы бауыр артериясы. Жаттап аламыз, құрсақтық сабаудан 3 артерия кетеді. Сол жақ асқазан артериясы, көкбауыр артериясы, жалпы бауыр артериясы. Енді бізде асқазанның қанмен қамтамасыз етілуі жалпы артерия гастрика синистра, артерия гастрика декстра, артерия гастроэпиплейка декстра, артерия гастроэпиплейка синистра арқылы жүзеге асады. Енді және дағы артерия гастрика бревис бар, яғни асқазанның қысқа артериялары бар. Осылар арқылы жүзеге асырады. Енді біз әрқайсына жеке-жеке тоқталайық. Бірінші бізде сол жақ асқазан артериясы. Бұл айтып өткендей құрсақтық сабаудан басталады. Және да бұл асқазан ұйқы без байламының ішінде асқазанның кіші енінің тұсында асқазанның жаңағы кардиалды аймағына өтеді. Және дағы осы асқазанға жақындаған кезде өңештің құрсақтық бөлігіне жаңағы өңештік тармақтар, рамус эзофагус, яғни өңештік тармақтар береді мынау артерия гастрика синистра. Және дағы
бұл бізде жаңағы асқазанның кіші иінінің тұсында оң жақ асқазан артериясы менен анастомоз түзеді. Яғни асқазанның кіші иінінің тұсында сол жақ асқазан артериясы менен оң жақ асқазанның артериясы бір-біріменен анастомоз түзеді. Енді оң жақ асқазан артериясы. Артерия гастрика декстра. Ол бізде жалпы меншікті бауыр артериясының, меншікті бауыр артериясы, артерия гепатика проприя, соның тармағы болып келеді. Көріп тұрғанымыздай, осыдан кетіп тұр, иә? Артерия гастрика декстра. Көріп тұрғанымыздай асқазанның кіші иініне келеді дағы, уже артерия гастрика синистра менен бірігіп анастомоз түзіп кетті. Енді келесі бізде енді артерия гастра эпиплоика декстра. Ол бізде асқазан шарбы артериясы деп айтаймыз. Ол әдетте асқазан 12 елшік байламынан, асқазан 12 елшік артериясынан басталады. То есть артерия гастродуоденалис. Артерия гастродуоденалистан басталып тұр. Осыдан кетіп тұр, иә? Артерия гастродуоденалистан басталады. Бізде артерия гастроэпиплоикус декстра. Ол асқазанның үлкен иінінің тұсында асқазанның артерия гастроэпиплоика синистра менен анастомоз деді. Ал бізде асқазан сол жақ асқазан шарбы артериясы, ол мінекей көріп тұрғанымыздай көкбауыр артериясының тармағы. Яғни жаттап аламыз, оң жақ асқазан шарбы артериясы ол жалпы бауыр артериясының тармағы болып келеді. Ал сол жақ асқазан шарбы артериясы ол көкбауыр артериясының тармағы болып келеді. Яғни асқазанның үлкен иінінің тұсында оң жақ асқазан шарбы артериясы және дағы сол жақ асқазан шарбы артериясы бір-біріменен қосылып анастомоз түзеді. Үлкен иінінің тұсында оң жақ асқазан артериясы және дағы сол жақ асқазан артериясы анастомоз түзеді. Енді бізде асқазанның қысқа артериялары, артерия гастрица бревис, яғни олар бізде көкбауыр артериясын көріп тұрмыз ғой, артерия леоналис, артерия спленика, либо артерия леоналиста. Осы көкбауыр артериясынан бізде асқазанның қысқа артериялары кетіп тұр. Олар бізде жалпы асқазанның түбін қанмен қамтамасыз етеді. Жалпы көкбауыр асқазан байламында асқазанға қарай өтіп, асқазан шарбы артериясы менен сол жақ асқазан артериясы менен анастомоз түзеді. Енді асқазанның веналарына келетін болсақ, жалпы асқазанның веналары тура артериялар секілді асқазанның үлкен және дағы кіші иінінің маңында жүреді. Асқазанның кіші иінінің тұсында вена коронария вентрикули. Олар бізде баратта бауырдың қақпа венасына құяды. Ал наяқта вена гастрица бревис. Олар бізде вена леоналисқа құяды. Асқазанның үлкен иінінің тұсында және дағы вена гастроэпиплоика декстра. Олар бізде неге құяды? Вена мезентерика супериор, яғни жоғарғы шалжырқай венасына барып құяды. Ал вена гастроэпиплоика синистра болатын болса, ол көкбауыр венасына, вена леоналисқа барып құяды. Көріп тұрғанымыздай, веналардың арасында да турасына анастомоз түзіледі. Иннервациясы асқазанның бізде симпатикалық және дағы парасимпатикалық талшықтар арқылы жүзеге асады. Парасимпатикалық нервтен, яғни кезбе нерв арқылы жүзеге асады. Лимфа түйіндеріне келетін болсақ, бізде асқазанның лимфа түйіндерін байлам ішілік және дағы байламнан тыс деп бөледі. Байлам ішілік лимфа түйіндерінен бізде көкбауырлық лимфа түйіндерді, бауырлық, қақпалық, асқазанның жоғарғы және дағы төменгі бөлігінің лимфа түйіндерін айтамыз. Асқазан ұйқы бездік лимфа түйіндерді айтамыз. Ал байламнан тыс лимфа түйіндеріне ұйқы без көкбауырлық және дағы ұйқы без 12 елі ішектік деп бөлінеді. Осымен асқазанның топографиялық анатомиясын бітірдік. Келесі көкбауырдың топографиялық анатомиясы. Көкбауыр бізде бірінші галатопиясы сол жақ қабырға астылық аймақта орналасқан. Склетотопиясы 9-11 қабырға аралыққа сәйкес келеді. Синтопиясы жоғарғы жағынан бізде көкбауыр менен, диафрагма менен шектескен. Көкбауыр бізде алдыңғы бөлігіне асқазанның түбіменен, артынан бізде сол жақ бүйрекпен, бүйрек үсті безінен, төменнен бізде көлденең ішектің көкбауырлық иілімі кетеді.
және дағы іш астарға қатынасы бойынша көкбауыр бізде толығымен интраперитонеаль жабылады. Только мына көкбауырдың қақпасы осы жер ғана іш астармен жабылмайды. Көкбауырдың бізде байламдарына келетін болсақ, біз екі байламда ажыратамыз. Біріншісі асқазан көкбауырлық байламы, лигаментум гастроленали. Бұл бізде асқазанның үлкен иілімінен басталады дағы көкбауырдың қақпасына дейін созылып жатады. Оның құрамында бізде көкбауыр артериясының тармақтары, яғни асқазан шарбы артериясы, артерия гастроэпиплеоика деп айттық қой, жаңа асқазанда айтқан кезде сол жүреді. Потом асқазанның қысқа артериялары, артерия гастрика бревис, солар жүреді. Осы байламның ішінде лигаментум гастроленалидің ішінде екі артерия жүреді. Асқазан шарбы артериясы, асқазанның қысқа артериялары. Одан кейін келесі байлам көкет, көкбауырлық байлам. Көкет, диафрагма, және дағы көкбауырлық байлам. Лигаментум френика спленикум. Яғни ол бізде көкеттен, жаңағы көкеттің белдік бөлігінен көкбауырға дейін созылып жатады. Бұл байламда бізде жаңағы көкбауырдың артериялары орналасады. Жалпы қанмен қамтамасыз етілуі бойынша бізде жаңа асқазанның артерияларын талдаған кезде айтып өткенмін. Осы құрсақтық сабаудан бізде көкбауырлық артериясы, артерия спленика шығады деп. Бұл көкбауырдың артериясы бізде осы құрсақтық сабаудан кететін ең ірі артерия болып табылады, ең үлкен тармағы деп айтамыз, көкбауыр артериясын. Ол бізде жаңа көріп тұрғанымыздай ұйқы безінің жоғарғы жиегіменен жүреді дағы, оған тармақтар береді. Ол көкбауырға жетпей жатып тармақтар береді. Ол бізде көкбауыр қақпасын көріп тұрмыз ғой, соған жетпей тұрып, бірінші бір тармағы көкбауырға барады, екіншісі бізде лигаментум гастроленали, жаңа айтып өткен асқазан көкбауырлық байламға барады. Және дағы артерия гастроэпиплеоика синистраның бойымен жаңағыдағы асқазанның үлкен иініне тоже тармақтар береді. Ал көкбауырдың венасы, вена спленика, ол артериядан екі есе үлкен болып келеді. Ол бізде артерияның астымен жүреді вена. Потом көкбауырдың венасы ұйқы безінің денесіменен басының артында жүреді вена. Оған бізде асқазанның веналары келіп құяды. Көкбауыр венасы жоғарғы шажырқай вена, вена мезентерика супериормен бірге қосылып қақпа венасын түзеді. Көкбауырдың нервтендірілуі тоже бізде құрсақтық өрім арқылы жүреді. Оң жақ кезбе нерв қатысады, және дағы сол жақ диафрагмальды өрім қатысады. Келесі ұйқы безінің топографиялық анатомиясы. Ұйқы безінің топографиялық анатомиясы. Жалпы бірінші галатопиясынан бастайтын болсақ, ұйқы безі жалпы меншікті құрсақ үсті аймақта, ішперде артында забрюшное пространствода орналасқан. Яғни ол бізде жалпы оның құйрығы сол жақ қабырғасылық аймақта орналасқан. Ал оның денесі менен басы меншікті құрсақ үсті аймақта орналасқан. Склетотопиясы 11-12 кеуде, төменгі 1-2 бел омыртқалардың тұсында сәйкес келеді. Ұйқы безінің алдынан бізде асқазан жатыр ғой. Асқазаннан ұйқы безі сальниковая сумка арқылы бөлініп тұр. Сумканы біз алдыңғы сабақта талдаған болатынбыз. Шарбылық сумка деп айттым ғой. Сол арқылы асқазан менен ұйқы безі бір-бірінен бөлініп тұр. Енді синтопиясы. Ұйқы безінің синтопиясы кішкене күрделілеу. Сондықтан жақсылап түсініп аламыз. Ұйқы безінің басының алдыңғы беті. Яғни бұнда бізде асқазанның пилорикалық бөлігі жатыр ғой. Неке көріп тұрмыз ғой, асқазанның пилорикалық бөлігі, ұйқы безі жерде, ұйқы безі тұрып прозрачный болып тұр ғой. Осы ұйқы безі басының алдынан асқазанның пилорикалық бөлігі жауып жатыр. Және дағы 12 елі ішектің бастапқы бөлігі жатыр. Төменде бізде аш ішектің ілмектері жанасып жатыр. Біз осы айтқанымыз ол ұйқы безі басының алдыңғы бөлігінің синтопиясы. Енді ұйқы безі басының артқы бетінен көріп тұрмыз ғой, аяқта төменгі қосты вена уже артынан кетіп тұр. Одан кейін қақпа венасы, вена порта тоже ұйқы безі басының артынан кетіп тұр. Яғни ұйқы безі басының артынан осы қақпа венаменен, төменгі қосты венаменен, және дағы оң жақ бүйрекпенен шектеседі, және дағы осы басының артқы беті арқылы бізде жалпы өт өзегі өтеді. Енді ұйқы безі денесінің бірінші алдыңғы беті. Ол
жаңа суретте көрсеткендей асқазан тұр ғой алдынан. Ол асқазанның артқы қабырғасы және дағы көлденең ішек шажырқайының түбімен шектеседі. Алдынан ұйқы безінің денесі шектесіп тұр. Енді осы ұйқы без денесі артынан қалай шектеседі? Бұл ұйқы безі денесі артынан бізде ішперде арты кеңістікте бізде құрсақтық қолқа жүреді, құрсақтық бағана жүреді. Мына жақта көріп тұрмыз ғой, денесінің артынан өтіп тұр. Мінекей құрсақтық қолқа, құрсақтық бағана өтіп тұр, денесінің артынан өтеді. Және дағы денесінің артынан төменгі қуыс вена өтеді, жоғарғы шажырқай венасы өтеді. Және дағы енді ұйқы без құйрығының алдыңғы беті бізде шажырқайлы қалтаның артқы қабырғасын түседі. Алдында сальниковая сумка деп талдадық қой. Соның артқы қабырғасын түседі. Және ұйқы безі құйрығының артынан бізде сол жақ бүйректің жоғарғы полюсіне және дағы бүйрек үсті безіне жанасып жатыр. Жалпы ұйқы безі бізде ішастарға қатынасы бойынша ретроперитональды, яғни бұл ішастардың артынан жатыр ғой, ретроперитональды жабылады. Енді ұйқы безінің байламдары. Ұйқы безінің байламдарына біз ажыратамыз. Асқазан ұйқы безі байламын ажыратамыз, яғни лигаментум гастропанкреатикум. Бауыр ұйқы безін байламын ажыратамыз. Лигаментум гепатопанкреатикум. Ұйқы без айналмалы тоқ-ішек байламын. Лигаментум панкреатика коликум байламын ажыратамыз. Енді ұйқы безінің жалпы қанмен қамтамасыз етілуі. Ұйқы безінің қанмен қамтамасыз етілуі жалпы бізде құрсақтық сабау, трункус каилиакус және дағы жоғарғы, мынау айтып өткен, құрсақтық сабау және дағы жоғарғы шажырқай артериясы арқылы жүреді. Жалпы бұлар бізде бездің денесі және дағы құйрығын, жаңағы көкбауыр артериясының ұйқы бездік тармақтары қанмен қамтамасыз етеді. Ал ұйқы бездің басын жалпы бауыр артериясының тармағы ұйқы без 12 келешек артериясы арқылы қамтамасыз етеді. Келесі бізде жіңішке ішектің топографиялық анатомиясы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгін осымен аяқталды. Келесі сабақтан бастап біз ішектердің топографиялық анатомиясына тоқталатын боламыз. Каналдың лекцияларын алғыңыз келсе, төмендегі ссылка бойынша өтіңіздер.